Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Күндердің күнінде дәулетті Әсия есімді әйел болыпты. Ол жеке жұмыстарымен көлігіне мініп жолға шығады. Алайда діттеген жеріне жете алмай, жолда көлігі бұзылып қалады. Әйтсе де жұмысын бітіру үшін жолда қол бұлғап басқа көліктерді тоқтата бастайды. Бірақ ешкім тоқтай қоймайды. Бірнеше уақыттан кейін кенет аспан күнеріп, жаңбыр жауа бастайды. Әсия болса судың астында қалады. Кеш болып қалған еді. Содан Сәбит есімді бір жас жігіт келіп, Әсияның әбден әбіржеген түрін көріп, оны жеткізіп тастайын деп тоқтайды. Әсия болса көлікке мініп, Сәбиттің үстіндегі киімдері ескі екенін байқайды. Жол қысқарсын деп екеуара әңгіме құрады. Сәбит болса жалға көлік алып, такси жүргізу арқылы несібесін тауып жүргенін айтады. Сәбиттің аузынан шыққан әрбір сөзі оның тәрбиелі, жақсы жан екенін көрсетеді. Әсия болса мұны байқап, керек жеріне жетіп алғасын, сұраған жол ақысын беремін деп ойлайды. Содан не керек, Әсия деген жеріне жетіп, жол ақысының қанша болғанын сұрайды. Сәбит болса, мен жолда қалған адамның жағдайын пайдаланып ақша табатын адам емеспін. Ештеңе берудің қажеті жоқ. Қайта жақсылық жасаған болып қалайын. Бастысы, мен ризамын. Сіз де өз кезеңізде бір мұқтаж адам көрсеңіз, оған міндетті түрде қол ұшын созуды ұмытпасаңыз екен деймін, дейді. Мұны естіген Әсия оның жақсы адам екеніне тағы көз жетіп алғысын білдіреді. Сосын ол жаңбырдың астында қалғандықтан бір шаңа тоңып қалған еді. Жылынып алу мақсатында үй жағында орналасқан кафеге кіріп, кофе ішіп алуды көздейді. Жанына аяғы ауыр даяшы жақындап тапсырыс беруді өтінеді. Даяшының шаршаулы халін көріп, жаны ашыған Әсия: "Сіз мұндай жағдаймен неге жұмыс жасап жүрсіз? Үйге барып жатып демалмайсыз ба? Мұныңыз не?" дейді. Сонда даяшы ыңғайсызданған күй танытып: "Расымен де менің босанатын уақытым жақындады. Алайда өмірге перзент алып келгеннен кейін оның жағдайын жасауға қаражат керек. Сондықтан аз да болса сол уақытқа жағдайымды жасайын деген мақсатпен жұмыс жасаудамын", дейді. Мұны естіген Әсия әлгі Сәбиттің айтқан сөзі есіне түсіп, даяшыға жанашып, тапсырысын ішіп жеп болғаннан кейін үстелдің үстіне қомақты ақша мен бір жазба хат тастап кетеді. Біршама уақыттан кейін даяшы келіп ақшаны көреді. Сосын жанындағы жазбаны оқиды. Онда: "Мынау сізге менің берген аз да болса жәрдемім болсын. Бұл өз кезегінде күтіп жүрген перзентіңіздің барлық жағдайын жасауға жетіп артылады" делінген еді. Мұны көрген даяшы қатты қуанғанын көңілі босап кетеді. Себебі Әсияның тастаған ақшасы оның 6 айлық жалақысымен бірдей еді. Кешкісін даяшы үйіне қайтып, болған жағдайдың барлығын күйеуіне айтуға асығады. Күйеуі әйелінің қуанған жүзін көріп мән-жайды сұрайды. Сонда ол: "Сүйінші Сәбит, сүйінші, жаратқан Жаббар біздің жағдайымызды едәуір жақсартып жіберді. Енді келе жатқан баламыз туралы алаңдамасақ та болады" деп басынан өткенді тізіп айтып береді. Ал Сәбит болса бүгін ғана жолда қалған Әсияға жақсылық жасап, оның қайыры мұншалықты ерте келеді деп ойламаған еді. Осылайша жақсылық амал тек жақсылықпен қайтады екен. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Күндердің күнінде кешкі уақытта жағдайы төмен бір әйел жаңа оқу жылы жақындап 4 баласына мектепке баратын керек жарақтарын қалай алып беруін алаңдап ойға батып отырады. Өйткені ол жақында ғана отағасынан айырылып, үйдің жауапкершілігі бір өзіне қалған болатын. Оның есебі бойынша 4 баласына шамамен 1000 реал керек еді. Ал оның қолында тек күнделікті базарға шығып май сататын ыдыстан басқа ештеңе болмайды. Осылайша ойға батып отырған сәтте үлкен баласы келіп, «Анашым, мен сіз үшін Аллахтан дұға еттім. Құдай қаласа, ертең сіз үлкен ризыққа кенелесіз» дейді. Көңілі көтерілген анасы баласын құшағына басып, «Егер айтып отырғаның рас болса, мен саған мектепке қажетті барлық заттарыңды алып беремін» дейді өзін жұбатып. Ертесіне таң атысымен ыдысын алып май сату үшін базарға шығады. Алдынан көрікті әрі қымбат киінген тәкаппар бір дәулетті кісі шығады. Ол әйелден сатып жүрген майды көрсетуді сұрайды. Сол сәтте әйел ыдысты иығынан түсіре бергенде майды әлгі байдың үстіне төгіп алады. Сонда кісі, «Енді мына былғанған киімнің ақысын бермей ешқайда кетпейсің. Мұның бағасы 1000 реал» деп әйелді қатты сөгеді. Әйел болса жағдайының мүлде нашар екенін айтып, кешірім сұраудан басқа амал қалмайды. Ер адам болса айтқанынан қайтпай, киімнің ақшасын талап етеді. Әйел өз кезегінде жесір екенін, әрі жағдайының жоқтығын айтып, қанша жалынып кешірім сұраса да, кісі айтқанынан қайтпай, есесіне қорқыта бастайды. Сол сәтте мұны алыстан бақылап тұрған жігіт жақындап, әйелден мән-жайды сұрайды. Жігіт көп күттірместен әлгі тәкаппар кісімен сөзге келіп, біраз жанжалдасып қалады. Дауыстардың көтерілгені сонша базардағы адамдар олардың айналасына жиналады. Жанжалдың соңы бітпейтінін білген жігіт ақырында тиісті 1000 реалды өз қалтасынан шығарып береді. Ақшаны алған бойда әлгі бай теріс айналып кете бергенде жігіт сөз алып, «Киімнің ақшасын алдың, енді киімді бермейсің бе? Ол менікі» дейді. Абдырап қалған ол, «Мен сонда жалаңаш қайтуым керек пе? Егер киімді бермесем ше?» дейді ашуланып. Сонда жігіт, «Егер киімді бермесең, ақшаны қайтарасың». Бай артық сөзге келместен, «Мына 1000 реалыңды қайтарайын, мә» дейді. Сонда жігіт, «Жоқ, енді сен маған 2000 реал бересің. Мен бұл киімді сондай бағаға сатамын» дейді. Шарасызданған бай, «Сен мені халықтың көзінше ұятқа қалдырмақшысың ба? Бұл зұлымдық қой» дейді. «Сен зұлым туралы айтып тұрмысың? Жаңа ғана мына бейшара әйелдің жағдайына қарамастан аузыңа келгенін айтып, зұлымдық жасап тұрдың емес пе?» дейді жігіт. Не айтарын білмеген бай 2000 реалды қалтасынан шығарып жігітке береді де өзінің қателескенін түсінеді. Ақшаны алған бойда жігіт 2000 реалды әлгі әйелге толықтай береді. Мұндай ақшаны көрген әйел қимылсыз бір орында тұрып қалады. Содан кейін жігіт әйелді көлігіне салып үйіне жеткізіп салады. Үйге келген бойда әйел үлкен баласын шақырып, «Аллах тағала кешегі сенің дұғаңды қабыл етті балам. Құранда уәде еткендей Аллах тағала күтпеген жерден бізге ризық берді» дейді. Келесі күні әйел 4 баласына оқуға барлық керек жарақтарын алып, мектепке баруға толықтай дайын болған екен. Күндердің күнінде бір кедей әйел жалғыз ұлы екеуі таршылықта өмір сүреді. Бір күні ұлы білім іздену үшін ұзақ сапарға аттанады. Арада бірнеше жылдар өтіп, хат хабарсыз кеткен ұлын уайымдаған әйел қатты алаңдайды. Мүмкін қайырымдылық жасасам, жаратқан Жаббар мені тез арада ұлыммен қауыштырар деген оймен, ол күнделікті 2 тандырынан пісіруді әдетке айналдырады. Біреуін өзіне, ал екіншісін жолда өткен кез келген жолаушы үшін пісіреді. Екінші піскен тандырды жолаушы алып кету үшін жолға қараған терезенің алдына қояды. Тандырды пісіріп жатқанда
із-түзсіз кеткен ұлы үшін жаратқаннан әрдайым дұға етеді. Ұлының қайда жүрсе де аман-есен үйіне оралуын тілейді. Бір күні терезедегі тандырды бір қария алып бара жатқанын байқайды. Бірақ ол алғыс айтудың орнына жамандық жасасаң өзіңе қалады, ал жақсылық жасасаң өзіңе қайтады деп жөніне кетеді. Осылайша бұл жағдай күніге қайталанады. Әйел қарияның ондай әрекетіне іштей алғыс айтудың орнына мына міскін бір сөзін қайталай берген нес деп қапаланып, ол сөздің мәнісін түсіне алмайды. Уақыт өтіп, бір күні қарияның сөзіне әбден ызаланған әйел рахымы жоқ қайыршы шалдан құтылу мақсатында бұл жолғы екінші тандырға у қосады. Бірақ таңертең тандырды терезенің алдына қоярда, оның қолы дірілдеп кенет сабасына түсіп, тандырды алып отқа тастайды. Оның орнына басқа тандыр әзірлеп терезенің алдына қояды. Еш нәрседен хабар жоқ қария әдеттегі сөзін айтып тандырды алып жөніне кетеді. Сол күні кешкісін әйелдің есігін біреу қағады. Есікті ашып қараса, киімдері жыртылған, азып тозған бұрынғы жоғалған өзінің ұлы еді. Үйіне оралған ұлы қатты қуанып анасына қарап, "Анашым, менің үйге оралуымда бір ғажап нәрсе болды. Білім іздену жолы мені көп машақатқа салды. Содан не керек? Үйге қайтуға қамдандым. Жолда үйге жетуіме сәл ғана қашықтық қалғанда, қатты аштықтан есімнен танып құладым. Сол сәтте жаныма бір қария кісі келіп, қол ұшын созбағанда мен бұл жерде тұрмас едім. Сол қария маған мейірімдік танытып, бұл менің бүгінге жейтін жалғыз асым еді. Бірақ менен гөрі ол нанға сен мұқтаж болып жатқан сияқтысың деп бүтіндей бір тандыр нанды бере салды." Мұны естіген әйелдің түсі сұрланып, таңертеңгі улы тандыр есіне түсіп қатты өкінеді. Сол нанды отқа тастамағанда өз ұлының ажалына себепші болатын еді. Сол уақытта әйел әлгі қарияның "Жамандық жасасаң өзіңе қалады, жақсылық жасасаң өзіңе қайтады" деген сөзінің мағынасын түсініп, ұлын құшағына ұзақ басқан екен. Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар.